Ақтаудан 25 шақырым жердегі жасанды көл адам өміріне аса қауіпті. Көлден сынама алған мамандар осылай деді. Маңғыстау облысының Мұнайлы аудан аумағындағы бұл жерде бір кездері уран өндірілген. Соған қарамастан тұрғындар карьер жанындағы көлге шомылып демалуды әдетке айналдырған. Жергілікті билік бұл жайтқа неге бейжай қарап отыр? Аягөз Оралбайқызы мән-жайды анықтады. Тұрғындардың демалатын орны міне осы жер. Бір қарағанда көрініс әдемі. Екі таудың ортасынан ағып жатқан өзен секілді. Алайда бұл өзен демес, көл демес, жер асты суы және оның құрамында зиянды заттар шамадан тыс көп. Бірақ оны елеп ескеріп жатқан ешкім жоқ. Демалушылар мұнда көп келеді. Төтенше жағдайдың талаптарын бұзған бір топ жас көлдің жағасында емін-еркін демалып жүр. Қазан ошағын тегіс сайлап келіпті. Тәртіп бұзғандарын түсінгенімен көлдің қауіпті екенін мүлде білген жоқпыз дейді. Ондай жер бар екенін өзіміз жақында естідік, сосын келгеніміз ғой картамен қарап. Әдемі екен, былай суреттен, видеодан қарағанда сосын келдік. Ауыз ашайын деп келгенбіз сол оразан. Былай қауіпті екенін білген жоқпыз. Экологтар қауіпті дейді. Судан алынған сынама құрамында зиянды заттардың бар екенін көрсеткен. 5 бірдей уран карьерінен 500 метр ғана қашықтықта орналасқан жер асты суының адам ағзасына қауіпті екені айтпаса да түсінікті. Суға жүргізген талдаманың нәтижесінде сульфат, хлориды, марганцы, цин, хромнан санитарлық нормадан асу фактісі анықталды. Ол деген асу адам ағзасына біршама зияны бар. Яғни тез шаршату, өздерінің аллергиялық әртүрлі ауруларға әкеліп соқтыруы мүмкін. Дегенмен қарапайым халық малын бағып, суына шомылып алаңсыз жүр. Айналасы ашы жатқан улы көлдің тұрғындар үшін салдары ауыр болатынын қоғам жанашырынан басқа жар салып айтқан ешкім жоқ. Жергілікті билік қараусыз қалдырған. Бұл жерді дұрыстап или қоршау керек, или жаға көлдің өзін жауып тастаған жөн шығар. Адам бармайтындар. Енді қазір бүгінгі күннің өзінде де осы неше күн болды, бірнеше күн болды көтерілген. Қазір барса да адамдар бар, демалып жүрсе де мен таңғалмаймын. Қауіпті аймақ соңғы рет 12 жыл бұрын зерттеліпті. Ол кезде карьер түбіне түспесе, ашық жатқан аумақ адам денсаулығына аса зиянды емес деген қорытынды шыққан. Алайда судан алынған сынамадан кейін алаңдауға негіз бар. Сондықтан экологтар жер асты суының маңы қоршалуы тиіс деп жергілікті билікке хат жолдады. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Фархат Жатқам, Қазақстан ұлттық арнасы.